Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздеріне 30 жыл. Елдің елдігін, мемлекеттің мәртебесін айқындайтын бірегей белгісі ол рәміздер. Рәміздеріміз ту, елтаңба, және әнұран тәуелсіз еліміздің дербестігін әлемге танытып қана қоймай, өткені мен бүгінгіні жалғастырып, болашағымен сабақтастырады. Біздің мемлекетіміздің туы 1992 жылы ресми түрде қабылданған болатын. Оның авторы белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Көк ту азаматтығымыздың белгісі. Көк тудың көкте желбіреуі біздің ең үлкен мақтанышымыз. Туда қазақ халқының бар болмысы көрсетілген. Алтын күн, алтын қыран, ұлттық ою-өрнек барлығы қазақтың туа біткен қасиеттерінен сыр шертіп тұрғандай. Осы ретте жас ұрпақтың мемлекеттік рәміздерге деген құрметін қалыптастырып, санасына сіңіру баршамыздың азаматтық борышымыз ғана емес, басты жауапкершілігіміз екенін де естен шығармасақ деймін. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, елтаңба, ту, әнұран, тәуелсіздігіміздің басты көрінісі, басты құндылықтарының бірі, бейбітшіліктің, бірлік пен келісімнің өсіп өркендеудің белгісі деп айтқандай, аспан түсте көк байрағымыз асқақтап, тұлпар тұрпатты елтаңбамыз жарқырап, әнұранымыз шарықтап, тәуелсіздігіміз нығая берсін. Государственным символом Казахстана исполнилось 30 лет. Государственные символы Казахстана – это флаг, герб и гимн. Каждый из них говорит о независимости нашей страны. Государственный герб Казахстана имеет форму круга. Это символ жизни и вечности, который был в особом почете среди кочевников Великой Степи. Как мы видим, центральным геральдическим элементом в нашем гербе является шанырак. По обе стороны от него два мифических крылатых коня. В верхней части изображена пятиконечная звезда, а в нижней части надпись «Казахстан». Я считаю, что наш герб – это символ общего дома и единой родины для всех народов, проживающих в нашей стране. Стабильное развитие Казахстана зависит от благополучия каждого гражданина этой страны. Многовековая мечта многонационального Казахстана о создании сильного и процветающего государства, желание казахстанцев созидать страну, открытую для партнерства и сотрудничества со всеми народами мира. Я поздравляю нас всех с 30-летием государственных символов Казахстана. The Republic of Kazakhstan, 30 years of state symbols. State symbols our people's spirit, national consequences, heroism and winsome, hope for the future, dreams especially valuable. Symbols of the spirit of the people and the country, not only the sovereignty of the same state, the level and place civilization. This is for each other great pride and happiness on this island. In the history of independent Kazakhstan, the national anthem of the country was approved twice, in 1992 and in 2006. In order to popularize in the sound symbol of the country, the national anthem was adopted in 2006. The popular patriotic song, meaning Kazakhstan, became its basis. It was written in 1955 by Shamshin Kaldayakov to the verses Jumiken Nejmedinov to give the song a high status of the national anthem in more solemn sound. The first president of the Kazakhstan, Elbасы Nursultan Nazarbayev, finalized the original text. For example, in the recent fight, Golovkina Dimash Kudaibergen sang the anthem of the Kazakhstan and surprised everyone with his voice. Everyone praised our anthem and listened with surprise.